Сарбаздар жасағы бір ғаламшарға қонады, бірақ оларды қандай қауіп күтіп тұрғанын білмейді. Болашақта адамзат ковенант деп аталатын жат жерлік қауіппен бетпе-бет келеді. Дегенмен дипломатияның арқасында әзірге бейбітшілік орнаған, бірақ ол кез келген сәтте бұзылуы мүмкін. Адамдар ковенантты жасырын бақылау үшін әскери бөлімшелерді пайдаланады. Жасақ командирі Локко мен оның сарбаздары Аксельді аңдиды. Аксель ковенанттан келген Ангелимен кездесіп, оған бір құрылғы береді. Сарбаздар оның бомба екеніне сенеді. Рамус тез әрекет етіп, Аксельді ұстап алады. Ал жасақтың екінші бөлігі қалаға қарай бет алған бөгде ғаламшарлықты қуып кетеді. Лок жерасты туннеліне түсіп, шайқас бастайды. Бірақ Локко әлсіздік танытып, шегінуге мәжбүр болады. Жасақ қалаға жетіп, Локкоға бөгденің қайда екенін хабарлайды. Олардың арасында жаңа шайқас басталады. Бөгденің энергия қалқаны оқтарды тоқтатады. Бірақ Локко барлық оқ-дәріні жұмсағанда қалқан бұзылады. Ол қарсыласқа берілуін және бомбаны тапсыруды бұйырады. Алайда жат жерлік басқа жоспар құрады. Бұл тек бастамасы деп айғайлап, төменге секіреді. Ол сол мезетте қайтыс болады, бірақ құрылғыны іске қосып үлгереді. Қызыл толқындар бүкіл қалаға тарайды. Алғашында ештеңе байқалмайды, бірақ бірнеше минуттан кейін бөгденің жанында тұрған адамдар өзін жайсыз сезіне бастайды. Барлық зардап шеккендер ауруханаға жеткізіледі. Лейтенант Акин сарбаздарға олардың денсаулығын тексеруді бұйырады, бірақ сынақтар ешқандай қауіп көрсетпейді. Олар бізге не істеді деген сұрақ туындайды. Уақыт өте келе ауруханаға барған сайын көбірек адамдар жеткізіле бастайды. Олар жарылыс орнынан алыс жерде болғанымен әсерін сезінген. Ғалымдардың болжамынша, бұл бұрын белгісіз зат адамның тек ДНК-сына әсер етеді, ал басқа тірі ағзаларға әсер етпейді. Демек, ковенант адам қоныстары алыс ғаламшарларда орналасқан кезде қаруын сынап жүр, ал жақында жерге шабуыл жасауы мүмкін. Кешке қарай сарбаздар Аксельдің кемесін табады. Тергеу кезінде ол қару жайлы ештеңе білмегенін айтып, тек жүк тасымалдағанын мәлімдейді. Ал жүк аса қауіпті аймақтан алынған. Сарбаздар кеменің бағытын тексеріп, оның Хайло Ринг атты аса қуатты қарудың қираған бөлігінде болғанын анықтайды. Бірақ бомбадағы заттың қайдан шыққаны белгісіз болып қала береді. Бірақ мизер заттың сол жерде болуы жұлдыздың ықпалымен байланысты болуы мүмкін деп болжайды. Жасақ оны жоюды жоспарлайды, бірақ кенеттен оларға қарай жаңа кеме жақындап келе жатқанын байқайды. Жаңа жоспар құрылады, кеменің ішіндегі адамдарды ұстап, ковенант туралы ақпарат алу. Бұл тапсырма аса қауіпті еді. Адамдар жұлдыздың ыстығына төтеп бере алмайды. Сонымен қатар, уақыта шектеулі, олар миссияны Хайлоның сынықтары жұлдыздың көлеңкесінде тұрғанда ғана орындай алады. Осы уақытта Айконның қызы бомба жарылысынан қаза табады. Әкесі оның білезігін естелікке алып, Локкоға көмектесуге ант береді. Жасақ ядролық оқтұмсық алады. Бұл топ ішінде үлкен талас туғызады. Айконның жасағы бұрын теңіз жаю әскерлерімен бірге жұмыс істемеген. Бірақ ол барлығына келіспеушілікті ұмытып, ортақ миссияға назар аудару керегін айтады. Бұл миссия адамзат тағдырына әсер ететін шешуші сәт. Локко өз сарбаздарына Айконның ерекше адам екенін, бұрын Спартан құрамында болғанын, адамзаттың басты қаруы болғанын ескертеді. Көп ұзамай жасақ қираған аймаққа қонады. Бүкіл жер бос әрі жансыз көрінеді. Олар тез арада контрабандистердің кемесін табады. Ең күдіктісі, ішінде ешкім жоқ, бірақ парашюттер ашылған. Кеме ішінде жылқылар бар болып шығады, олар қашып кеткен. Сарбаздар ізді қуып, тұяқ іздері арқылы бір үңгірге жетеді. Үңгірде контрабандистер жасырынған екен. Хессель мен Эрис сарбаздарды көріп қашпақ болады, бірақ сәтсіздікке ұшырайды. Әскер оларды да, жылқыларын да ұстап алады. Сарбаздарды эвакуациялау үшін кеме жақындағанда, жер астынан екінші алып құрт шығады. Ол кемені қағып, жерге құлатады. Ұшқыштар бақылауды қайтара алмай, кеме қирайды. Құрттар адамдарды көріп, жасаққа шабуыл жасайды. Қалғандары шатқалға қарай қашады. Лок жасырыну құрылғысын іске қосады, бірақ құрттар ақылдырақ болып шығады. Олар тез құрылғыларды тауып, сарбаздарды шегінуге мәжбүрлейді. Эрис құрттардың оларды қимыл арқылы қайда екенін сезіп жатқанын айтады. Сол сәтте сарбаздар дереу шамдарын сөндіреді, қозғалмай қалады. Бірнеше құрт жақындап келеді, бірақ олар сарбаздарды байқамай кетіп қалады. Адамдар бетке шығып, ары қарай не істеу керегін талқылайды. Енді оларда байланыс жоқ. Тірі қалудың жалғыз амалы контрабандистердің кемесімен ұшу. Бірақ ол бар болғаны 2 адамды ғана алып кете алады. Лок бұдан шығатын жол, кеменің қираған бөлігін тауып, бомбаны іске қосу деп санайды. Айкон бұған келіседі.
Ал кімнің құтқарылатыны жайлы шешім әділ болу үшін, бәрі жеребе арқылы анықталмақ. Жасақ сынықтарға жету үшін барлық брондарын шешіп тастайды, сонда қозғалу жеңіл болады. Жолда Хорриган колония сарбаздары мен контрабандистерді тастап кету керек деп айтады. Бірақ Лок оған үндемеуді бұйырады. Олар Хайло сынықтарының үстінен қалың, түкті сұйықтық тапқанда таң қалады. Осы сәтте Висна сүрініп кетіп, тыныс алу маскасын жерге түсіріп алады. Құрттар оны байқап, қызға тап береді. Рамас көмектеспек болады, бірақ құрт Виснаны жұтып әкетеді. Жасақ шұғыл белгі береді. Сол кезде Локтың аяғы тас арасына қысылып қалады. Мейс масканы алып, басқа жаққа лақтырады. Бұл құрттарды алдап, Локтың босануына мүмкіндік береді. Бірақ жаңа мәселе туындайды. Құрттардың кесірінен олар ара қарай жүре алмайды. Ал көп ұзамай жұлдыз шығады. Кенет алыстан бір бейне көрінеді, бірақ ол адам емес, тағы бір алып құрт еді. Хорриганның үнемі шағымдануы Хейлсті ашуландырады. Екеуі ұрсысып, Хорриган жігітті итеріп жібереді. Құрттар қозғалысты байқап, оларға шабуыл жасайды. Дегенмен, жасақ қашып құтылады. Эрис Хорриганды оның досын өлімге итермелеген үшін айыптайды. Бұған ашуланған Эстрин Эрсті ұрады. Жасақ ішінде үлкен жанжал басталады. Жағдай ушығып бара жатқанда, Рамас көңілін басу үшін отбасымен түсірілген бейне жазбаны көргісі келеді. Бірақ Эстрин өлімнен қатты қорқып, құрылғыны тартып алады. Олардың жолы құрттар мекендеген шатқал арқылы өтеді. Жасақ абайлап алға жылжып келе жатқанда, Рамас тайып кетіп, абайсызда Эстринді итеріп жібереді. Эстрин төмен құлап бара жатып, жардан ұстап қалады да көмек сұрайды. Алайда Рамас оған қол ұшын бермей, Эстрин құздан құлап қаза табады. Сарбаздарға ол өзі құлап кетті деп өтірік айтады. Хорриган оның өтірігін түсінеді, бірақ айыптамайды. Осылайша Рамас өзіне одақтас табады. Кейін Хорриган Айконның қаруын тартып алады. Лок оны қорғауға тырысқанда, Рамас капитанға қаруын кезейді. Екеуі бүкіл жасақты қарудан айырып, Эристі тұтқындайды да, өз өмірін сақтау үшін кемеге оралады. Қалғандары қираған кемеге жетеді. Онда бомба аман қалған, қару жарақта бар. Мизер қозғалтқыштарды тексеріп, олардың бұл жерден ұшып кете алмайтынын, бірақ контрабандистердің шаттлына жетуге жететінін анықтайды. Жанармай да дәл сондай жағдайда. Ал бомбаның батареясы шаттлға күш береді. Айкон бомбаны қолмен іске қосу керегін түсінеді. Ол бұл құрбандыққа өзі дайын екенін айтады. Әскерилер оның шешіміне құрметпен қарайды. Бірақ кімнің аман қалатынын әділ түрде жеребе шешуі тиіс. Айкон қызының білезігін бөлшектеп, ақ моншақты алғандар Хайлодан ұшып құтылатынын, ал қызыл моншақты алғандар осында қалатынын жариялайды. Барлығы мұнымен келіседі. Алайда жеребе жасырын түрде қолдан жасалған еді. Айконның өзінде де ақ моншақ болатын. Эрис Хорриганның шаттлды іске қосып, бәрін құрту жоспарын естіп қалады. Ол арқанды қиып қашып кетеді. Хорриган мен Рамас артынан қуады. Жақындап қалған құрттарды көрген Хорриган Рамастың рюкзагын іске қосып, оны құрттарға жем қылады. Кеме ауыр қонды. Мессер жараланып, Лок оны сүйреп жүруге мәжбүр болды. Эрис шаттлды іске қосып үлгерді, бірақ оқ тиіп қаза тапты. Хорриган да аман қалмады. Құрттар шаттлдың дыбысын естіп, оның өзін өлтірді. Құрттар шаттлды да қоршап алды. Бұл сәтте жұлдыз беткі қабатты қыздыра бастады. Айкон соңғы сәтте бомбаны белсендіреді. Жарылыстың соққы толқыны құрттарды өзіне тартады. Осыны пайдаланған Лок пен Мессер шаттлмен ұшып үлгереді. Жарылыс оларды қуып жетпей қалады. Осылайша оқиға аяқталады.